Ассаламағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ тілін ақпарат ретінде пайдаланатын әлем тұрғындары. Мінекей бүгін біз Астана қаласындамыз, 14 қыркүйек 2023 жыл. Енді біз таңертең ұшып келген болатынбыз. Бүгін бірнеше кездесулеріміз бар. Солардың бәрін үлгермегенін ертеңге қалдырамыз. Арт жағында өкіметтен тыс, министрліктен тыс мекемелермен сенбі күнге қалдырып отырмыз. Сонымен Алла бұйырса сенбі күні кешке Шымкентке қайттан тартамыз деген ой бар. Оның үстіне осы Алматыдан бірнеше заявка болған, соларды да біз түсіріп кетуіміз керек проблемаларын. Енді айтайын деп жатқаным, біз бүгін келгелі бері алғашқы тамақ ішкен жерім осы жер болатын. Ас ішуге келгенбіз, Тұрфан деген атындағы. Мен Астанаға келгенде үнемі осы жерден тамақтанып тұрамын, өйткені осы жақын арада тоқтағаннан кейін соны дәмін көрейік деп. Бүгін қазір ас ішіп шықтық, официант келіп сұрады, қалай тамақтың дәмі деп. Жасырған жоқпын, ашығын айттым. Тамағың өте нашар. Өте нашар. Қамырды кім істеді деп. Мен гүру лағман заказ қылғам. Біріншіден қамыр өте нашар. Мен шынымды айтамын, Шымкентте жаңағы біздің ең нашар деген алқаш повардың бір қолын арқасына байлап, бір көзін жауып қойып тұрып, сол қолмен істетсең де мынадан дәм істейді. Ет енді шамалы не бопты? Маринад дұрыс болмаған болу керек. Ет те нашарлау болған. Дәмі қалай? Бұлай дәм жоқ та ешқандай. Қамыр нашар болғаннан кейін ол бүкіл тамақтың дәмін құртады. Тек қана патликтің жаңағы сорпасын ғана нанмен жағып жегенге дұрыс екен, қалғанның бәрі өте нашар. Мен үнемі келіп тұратын, білмеймін ғой, жерде повар ауысты ма, басқа нәрсе болды ма, неге бұлай болған. Бірақ мына жерге келмей ақ қойыңыздар дейді. Ішінде бірақ адамдар отыр, енді көп емес, бірақ бар. Бәлкім ол адамдар тамақтың дәмі не деген білмей жатыр. Біз енді Шымкентте әбден айналайын аспаздарымыз еркелеп тастаған ғой, тамақтың ең дәмдісін жасайды. Шымкенттің ең доқылы асханасына кірсең, жаңағы арзан дешевый самсасының өзі тәтті ғой. Любой асхананың бәрі дәмді. Өйткені тамаққа деген көңіл бөліп істеуді біледі. Мына жерде стандарт ұрып атқан сияқты, жесең де жемесең жеме деп. Мен білмеймін, енді өте нашар. Мен екінші келмейтін болдым ау деп ойлаймын өзім. Одан кейін жаңағы шайы. Енді жақсы нәрсесінде айтайық, нан былай орташа екен, нан лепешка, қатып қалған орташа лепешка. Мынандай қатты пәтір нан сияқты. Енді шайға келген кезде, енді шайды жаман деп айтамын, заварканың өзі мықты. Қант жақсы. Ал шайдың жаңа қайнаған суы өте нашар. Менің негізі су жылы қылып әкелген ғой тағды шайды. Менің шешем Найманның қызы ғой, осы Байбек тұқын. Ешкімнің көңіліне қарамайды, бетіне былш-былш еткізіп ұра беретін. Дәл қазір осы шайды менің шешем ішкен кезде айтар еді, мынау не шайбың, шай ма сіздік па деп. Ол кісі сол сөзден пайдаланатын, шай нашар болса. Айналайындар ай. Шайды мынау есілдің ішінен шелекпен алып қайнатып жатсыңдар ма, не істеп жатсыңдар? Ұят қой, шай ішіп көрмеші өздерің. Я болмаса жаңа бір электричествотен азаннан кешке дейін ішін тазаламай істеп тұрма. Ананың ішіндегі дәмі сынып қапты судың. Судың өзі нашар ғой негізі бұл жерде сапасы. Содан кейін айтып жатқанымда, ең болмаса шай істейтін кезде шайды ана Шымкенттің тас сайын сатып алып соны құйсаңдар ше. Шымкенттің Алатауы бар суы, соны құйыңдар. Сонда су мықты болғаннан кейін шай тәтті болады. Заварка бәрі сендер істеп жатқан жоқсың ғой, Кениядан, жаңағы Шри-Ланкадан, Индиядан келіп жатқан жоқ па? Мінекей соны айтайын дегенім. Тамақ жағы өте нашарлап кетті. Анау мына жердегі бірнеше министрліктердің астында столовыйлар бар. Дәмі жоқ, ештеңесі жоқ. Әйтеуір тамақ па, тамақ бірдеңе жеп жатсың. Американский тамақ сияқты да. Өзің қосуың керек, тұзын да, бұрышын да, бәрін де. Бізде істеген кезде бірден сондай қылып істейді, дәмді қылып істейді ғой. Шетелдіктердің келіп аузын ашылып қалатыны сол ғой. Мінекей соны айтпақ болып жатқаным. Енді әуре қылып, ақшаларын ысырап қылып келмей қойсаңыздар бола береді екен. Сол бағам өте нашар. Екіншімен келе қоймасын. Официант таныды ма білмеймін. Неге ұнамады, анау мынау деп сұрап көрді. Бірақ айттым өзім. Ашығын айттым, қамырды кім тартты деп. Басқа не айтам? Басқаларын көре берелік. Енді өкінішке орай бір-екі келген адамдарымыз шетелге кетіп қалған екен өкіметтік қызметпен. Қалғандармен осы жердеміз ғой. Мен осы жерде Астанадамын. Алла бұйыртса, жаңа Шардарадан телефон шалып жатыр, Шымкенттен, Түркістаннан телефон шалып жатыр. Ол проблеманың барлығын мен өзім бірге алып келдім. Президент әкімшілігі бар, басқа бар, өзіміз жоспарлап қойған министрлікке бәріне кіреміз. Мақтаның бағасы бойынша ауыл шаруашылық министрлігіне кірсек па деген ой бар. Енді ол кісі шешпес, бірақ әйтсе де әрекет қыламын. Жетісай, Мақтаарал, мен сіздермен біргемін. Сау саламат.